Сәлеметсіздер ме балалар? Мен сіздерге бүгін жыл басына таласқан хайуанаттар туралы ертегімді айтып берейін. Бұрынғы ерте заманда хайуанаттар қосылып жыл басына таласқан екен. Жылқы тұрып, мен адамға алысты жақын етемін, адамдарға ауыр жүкті көтеріп қызмет етемін. Сүтімді ішеді, күшімді болса көреді, қылымнан арқан жебеседі. Мен жылбасы болуға лайықтымын дейді. Түйе тұрып, сен болсаң адамға қызмет етсең, өзіңнің құлқының үшін қызмет еттің. Қарның ашса, сұлы жеп, арпа жеп, су ішіп, адамдарға қызмет еттің. Ал мен болсам, не болса соны жеп, көде болса көдені, жусан болса жусанды жеп, су болса су ішіп, су жоқ болса шөл далаға да шыдап жүре бердім. Алысқа апаратын ауыр жүкті көтеріп, айлық жылдық жерге барып, адамдарға қызмет еттім. Мен лайықтымын жылбасы болуға дейді. Бұны естіген сиыр, мен лайықтымын, мен болмасам, жерді кім жыртар еді, кім егінді егер еді, сүтімді ішеді, құрт май жасап жейді. Мен адамға пайдалымын, жылбасы болуға мен лайықтымын дейді сиыр. Сонда қой тұрып, мен болмасам, киіз үйдің жабуын кім жабар еді, жүнімді пайдаланып киіз басады, жүнімнен мата тоқиды, жіп иіреді, арқан еседі, мен пайдалымын дейді. Оны естіп жатқан ит, мен болмасам, сендерді баяғыда ұрлар ұрлап, қасқыр болса жеп түптеріңе жетер еді. Мен болсам, сендерді қарап, дұшпан келе жатса үріп, еме хабар бердім. Жылбасы болуға мен лайықтымын дейді. Әлтеш тұрып, мен таңертең ерте тұрып, адамдарды оятып, ұйықтап қалмасын деп, жұмыстарынан қалмасын деп оятамын. Кеш батса, ескертіп кеш батты деп, адамдарға қызмет етемін. Мен лайықтымын жылбасы болуға дейді. Оны естіген тышқан не айтарын білмей, бір қулық ойлап, ай, көп дауласқаннан не табасыңдар? Одан да жылбасын көруге бәріміз қарап тұрайық. Жылбасын кім көрсе, сол жылбасы болсын дейді. Тышқанның бұл сөзін құптап, бәрі жылбасын қарап тұрғанда, тышқан ақырын жорғалап барып, түйенің үстіне шығып, ең биік тұрған үркесіне шығып ап, жылбасын қарап тұрады. Ал оны дауласып жатқан хайуандар байқамайды тышқанды. Тышқан болса жылбасы бірінші көріп, жылбасы тышқан болыпты. Ал түйе болса өзінің үлкен бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Ал балалар, бұл ертегіде жылбасына тышқан не боп қалып, түйе болса өзінің бойына сеніп, жылдан құр қалған екен. Осымен ертегім аяқталды балалар. Қош сау саламат болыңдар.